Сәлем болашақ аналар. Бұл тақырыпқа өте көп көңіл бөлген көрермендер көп екен. Осыған байланысты мен сіздермен топ 5 сұрақ бойынша жауап беретін боламын. Яғни жүктілік бұл әйел адам үшін, әйел адамның өміріндегі ең бір маңызды сәт болғандықтан, осы бір топ 5 сұрақты міндетті түрде әрбір әйел, әрбір қыз бала білуі қажет. Ал кеттік, сұрақтарды бастайық. Мендегі мұндағы мәліметтер тек қана өзімнің опытым емес, және де медицинаға бағытталған болып келеді. Өздеріңіз білетіндей, мен жалпы тәжірибелік дәрігер инфекционистпін. Жүктіліктің алғашқы белгілері қандай? Яғни жүктіліктің ең алғашқы белгісі болып, бұл етеккір циклының тоқтауы болып саналады. Яғни бұған дейін, бір ай көлемінде қандай белгілер тағы да анықталуы мүмкін. Бұның ішінде бізде ең бірінші әйел адамда тез шаршағыштық, ұйқысының қысылуы, яғни ұйқышылдық болып саналады, әлсіздік белгілері болады. Сонымен қатар тістеріндегі ауырсыну да болуы мүмкін, яғни бұған дейін тістері ауырмай, именно осы жүктілік кезінде тістеріндегі ауырсыну да болуы мүмкін. Сонымен қатар таңертеңгі уақытта особенно жүректің айнуы болып саналады. Және де зәр кіші дәретке көп шығуы, яғни зәрдің көп мөлшерде шығуына байланысты әйел адам шағымданады. Яғни бұл жүктіліктің ең алғашқы белгілері болып саналады. Осы белгілер анықталатын болса, онда әйел адам міндетті түрде дәрігерге жүгінуі қажет. Сонымен қатар қыз-келіншектер кеуде тұсында ауырсыну да байқалуы мүмкін кейбір әйел адамдарда. Бұның барлығы әрбір жеке тұлға үшін индивидуальный болып саналады. Яғни бүкіл әйелде бірдей белгі анықтала бермейді. Жеке өз опытым бойынша ешқандай белгі анықталған жоқ менде. Керісінше менде тәбетім одан сайын арта түсті, қарным аша беретін болды. Сосын уже уақытым жетпей тұрып, яғни менструальный цикл басталмай тұрып, тестті анықтаған жағдайда тест положительно көрсеткен болатын. Сол сияқты әрбір адамда әртүрлі болуы мүмкін. Келесі, дәрігерге қашан бару қажет деп жатасыздар. Дәрігерге ең бірінші қаралу керек сіздер 6-8 апталарда, желательно 13 аптаға дейін міндетті түрде баруыңыз қажет. Бұл кезде сізде уже тестіңіз анықталған болып саналады. Қажет болса УЗИ өтіп алсаңыз болады, малова таза. Яғни баланың жатырлық па, жатырдан тыс орналасқан ба, внематочный деп жатамыз ғой. Осының бәрін алдын ала анықтап алсаңыз болады. Сонымен қатар сізде анемия бар ма, жоқ па, осы белгілерді жүктіліктің алғашқы кезеңінде біліп алғаныңыз дұрыс болады. Яғни анемияны ерте емдеп баламен бірге дамыту қажетсіз. Өйткені бүкіл осы анемияның кесірінен балада гипоксия пайда болады, яғни балаға ауа жетпеуі мүмкін. Сондықтан ерте барып, яғни 6-8 апталарда анализдер тапсырып, өзіңіздің және баланың денсаулығын міндетті түрде білгеніңіз абзал. Келесі сұрақ, қандай тағамдарды қабылдаған дұрыс деп жатасыздар. Яғни жүктілік кезінде бұл сұрақтың қойылуының өзі бір маңызды болып саналады. Өйткені біз білеміз, бұрынғы заманда барлығы бізде табиғи болып, аналарымыздың барлығы тек табиғи қолдан жасалған тағамдарды тұтынған болатын. Ал қазіргі кезде өте көп гендік модификациялар қолданылуына байланысты дұрыс табиғи тағамдар жоқ. Осыған байланысты біз ең алғашқы 12 апта бойы фолий қышқылын ішуіміз қажет. Сонымен қатар омега-3 витаминдер бойынша айтып кетейін. Омега-3, одан кейін темір жетіспеушілік болған жағдайда міндетті түрде темір препараттарын ішулеріңіз қажет. Енді қараңыздар, бұл препараттардың дозировкасы қалай ішу қажет, қай уақытта ішпеу қажет деген сұрақтарыңыз болса, онда менің каналымда осы витаминдер туралы видео бар. Өте досконально бәрін ат-үйді айтқан болатынмын, прям кестелеп сіздерге дозировкасын, уақытын, қалай ішу керегін барлығын сол видеоны қарасаңыздар болады. Видеоның сілтемесін осы видеоның астына тастап кететін боламын, жақсы ма? Келесі, қандай тағамдарды жеу қажет жүкті әйелдер? Жүкті әйелдер барлық көкөніс түрлерін жеуге болады, бірақ бұның ішінде мандарин, апельсин және де цитрустарды аз қолданған дұрыс болып келеді. Яғни бұл болашақ баланың аллергетик болуына әсер етуі мүмкін.
Сонымен қатар мед та бұл аллергенді тағам болып саналады. Бірақ бұларды мүлдем рационнан шығарып таста деп айтпаймыз, яғни мөлшерін аз мөлшерде жеген дұрыс, яғни қатты увлекация етпеу қажет бұл тағамдарға. Ал қандай тағамдардан бас тарту қажет? Бас тарту қажет бұл көбінесе жаңағы қуырылған, бір майға екінші рет қайта қуырылған тағамдардан, сонымен қатар өзіміз білетін фастфудтардан, яғни бұны мен жеме деп шектеу қоя алмаймын ешкімге, бұны арасында жеп қоямыз. Арасында болады да, бірақ қатты ол тағамға құштарлық болмау қажет. Газировкалерге, алкогольге, темекілерге, сонымен қатар кальян деп айтамыз, клубтарға, ондай жерлерден мүмкіндігінше аулақ болған дұрыс. Өйткені бұның барлығы баланың денсаулығына кері әсерін етеді. 9 ай бойы бала бізде дамып қана қоймайды, бұл даму процестерінен жүреді. Яғни алғашқы 12 аптасында фолий қышқыл ішу қажет деп айттым ғой мана. Бұл яғни баладағы именно осы кезде бізде нерв түтігі пайда болады да, сол нерв түтігіне фолий қышқылы қатты қажет болып келеді. Яғни бұл кезде дефицит болады. Сол үшін, соның орнын толтыру үшін, баланың нерв жүйелері жақсы даму үшін алғашқы 12 аптада осы фолий қышқылын ішуі қажет. Жаңа айтып кеткенде мен ссылкасын төменге тастап кетемін, обязательно дозировкалерін қарап, сол бойынша ішіңіздер, жақсы ма? Енді қараңыздар, 12 аптадан кейін фолий қышқылын ішуге көбінесе рекомендация бермейді. Не үшін? Өйткені алғашқы 12 аптада уже баланың нерв түтігі қалыптасып болды. Басқа органдары дамиды. Соған байланысты біз витаминдерді де, тамақтарды да дұрыс қолдануымыз қажет. Жақсы ма? Сонымен қатар артық вес жинап алмауымыз да қажет. Осы жүктілік кезінде көбінесе әйелдер жаңағы мучной тағамдарға және де май, нан мен майды қатты жейтін болады. Осы тағамдарды өзіңізді шектеуіміз қажет. Особенно осы декретке шыққаннан кейін әйелдер уже вестерін өзгерте бастайды, яғни вес қоса бастайды. Осы жаңағы алдағы сұраққа байланысты бізде келесі сұрақ шығып отыр, яғни спортпен айналысуға бола ма? Жүктілік кезінде спортпен айналысуға болады және спортпен айналысу қажет. Қандай спорт түрлерімен айналысу қажет десеңіздер, бірінші кезекте жеңіл спорт түрлерімен, яғни біз жеңіл жүру, яғни таза ауада серуендеу, бұның өзі балаға да өзіңізге де өте күшті әсер етеді. Екіншіден, йогаға бару, сонымен қатар жүзумен айналысуға болады. Ауыр атлетикалармен айналыспаймыз қыздар. Сосын тағы да бір айтып кететін, қазір босануға арналған жаттығулар бар ғой, сондайларды уже 30 аптадан кейін жайлап бастағандарыңыз дұрыс деп есептеймін. Өйткені бұлар сіздің тазыңызға әсер етеді және де өзіңіздің жеңіл босануыңызға өте күшті септігін тигізеді. Сонымен қатар кегель жаттығуларын жасауларыңыз қажет. Жүктілік кезінде дәрі ішуге болады ма? Жүктілік кезінде дәрі ішуге болады, если сізде көрсеткіш болатын болса. Кез келген дәріні тек қана жүктілік уақытында емес, жүктілік жоқ кезде де, қауіпті өмір салтын ұстанып жатқан жағдайда да любой дәріні көрсеткішпен ішкен дұрыс. Яғни бұның барлығы бізден біріншіден бауырға, екіншіден жүкті әйелдерге, балаға әсер етеді. Яғни бұл балаға қалай әсер етеді десек, қан арқылы ол плацентадан өтіп кетіп, балаға да дәрінің дозировкасы жетеді. Бізде қазір көп емес, бірақ препараттар бар. Жүкті әйелдерге ішуге болатын препараттар бар. Сол препараттарды өзіңіздің ауырып жатқан жеріңізге байланысты ішуіңізге болады. Ал егер де прям инфекция дамып, қатты асқынулар болатын болса, онда ауыр көрсеткіштегі препараттарды беруге тура келеді. Бұл жағдайлардың барлығын дәрігердің кеңесімен ғана аласыз. Яғни сіздер анализдер тапсырып барып, жаңағы дәрігерге қаралып, бүкіл инструменталды әдістерді өтіп барғасын барып, сізге ауыр антибиотиктерді, ауыр препараттар тағайындайды. Оған дейін 9 ай бойы өзіңізді жақсы тамақтандырып, витаминдермен өзіңізді байытып, ауырмаудың жолын іздеуіміз қажет. Қосымша осы жүкті аналарымызға кеңестер беріп өтетін болсам, ең бірінші аналарымыз, біздің жүкті әдемі келіншектер, таза ауада көбірек серуендеңіз. Бұл балаға да өзіңізге де өте күшті әсерін береді. Яғни таза ауа бұл сіздің біріншіден өзіңіздің миыңыздағы, басыңыздағы гипоксияның алдын алады, сонымен қатар балаға да өзінің жаңағы таза ауа әсерін тигізеді. Тигізбейді емес, және де көп жүріс жасаңыздар. Егер сіздерде ешқандай проблема болмайтын болса, грыжа болмайтын болса, белдеріңізде проблема болмайтын болса, және де симфизит болмайтын болса, онда таза ауада серуендеп жүргенге не жетсін,
уақытылы дәрігерге қаралып отырыңыздар. Любой скрининг, любой анализден қалмай, көрсеткіштерінде өзгерістер болатын болса, қосымша анализдер тапсырып, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды өздеріңіз күтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өзіңіздің жақын жандарыңызға жібере отырыңыз видеоны. Және де егер сіз жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, менің каналыма обязательно тіркеліңіз. Бұл жақта ана мен бала туралы өте қызықты мәліметтер бар. Қызу талқылар жүріп жатыр каналымда.